Шымкент қаласында инфрақұрылым жүйелері шешімін табуда. Атап айтсақ, табиғи газбен қамту деңгейі 97,4%-ға жеткен. Бұл туралы басқарманың бөлім басшысы мәлімдеді. Сөзінше, қалада 81 елді мекеннің 63-і табиғи газбен толық қамтылған. Жауапты басшының мәліметіне сүйенсек, 17 елді мекен тұрғындары жартылай жекеменшік газға қосылған. 2024 жылы 15 нысанның құрылысы жүргізіліп, жыл қорытындысымен 9 нысанның құрылыс жұмыстары аяқталған. Нәтижесінде 90 мыңнан астам адам табиғи газ жүйесіне қосылуға мүмкіндік алған. 2025 жылы 5 нысанның құрылыс жұмыстары толық аяқталды. Нәтижесінде 18 мыңнан астам адам табиғи газ жүйесіне қосылуға мүмкіндік алған. Сонымен қатар Тассай, Қызылжар, Алтынтөбе тұрғын алаптарында газ жүйесінің құрылыс жұмыстары жүргізілуде екен. Жоспар бойынша ағымдағы жылдың желтоқсан айында аяқталмақ. Нәтижесінде 24 мыңнан астам адам табиғи газ жүйесіне қосылуға мүмкіндік алмақ. Табиғи газдың осы 9 елді мекенді атқарылғаннан кейін 90 мыңға жуық абонент табиғи газбен қамтамасыз етілді. 90 мыңға жуық. Біз 96%-дан 97,4%-ға өсті қазіргі таңда. Электр жарық қамтамасыз ету бойынша мәлімет айта кетейін. Осы біздің қаламызда қазіргі таңда 350-400 мегаватт сағатына тұтынудамыз Шымкент қаласы. Жаз мезгілінде самый пик уақытысында 450 мегаваттқа дейін шығады. Енді біз осы 25 жылы қосалқы станция дейміз, қазақшасы, енді орысшасын көбісі подстанция ретінде біледі сөзі. Биыл Ақжар қосалқы станциямызды аяқтадық. Осы қараша айында қосылады. Сондай-ақ қазіргі таңда 81 елді мекеннің 80-і сапалы ауыз сумен қамтылған. Бір елді мекенге су құбыры толық тартылып, қазір абаттандыру жұмыстары жүріп жатыр дейді. Қамту көрсеткіші 99,5%. Тартылған су құбырының бойы абаттандырылуда. Ал кәріз жүйесі бойынша 81 шағын ауданның 26-сы кәріз жүйесімен қамтамасыз етілген. 55 шағын аудан қамтылмаған. 2024 жылы 10 нысанның құрылысы жүргізілген. Нәтижесінде қамту көрсеткіші 65%-дан 70%-ға өскен. 22 жылы Текесу деген елді мекен бар. Текесу елді мекеніне су ұңғымасына, мемлекет тарапынан су ұңғымасынан су шығарғанбыз 70 метр тереңдіктен. Алайда кейінгі судың иісі жағымсыз, оны бірталай тексеру лабораториядан өткіздік. Су жағымсыз болып, халыққа кері әсерін тигізді. Онан кейін біз енді демеушілер арқылы біздегі қаламыздың үлкен компаниялар, Шымкент қаласының азаматтары осы 14 шақырымға су құбырын алып беріп, өз есептерінен. Жұмыс барысын өзіміздің су құбыры және канализация басқармасы тарапынан жұмыстар атқарылып, қазіргі таңда Текесу елді мекені толықтай таза ауыз сумен қамтамасыз етілді. Ал қыста қала тұрғындарын сапалы және үздіксіз жылумен қамту мақсатында Шымкент қаласында бірқатар жүйелі жұмыстар жүргізілуде екен. Бүгінгі таңда жылу желілерінің тозу деңгейін төмендету және апаттылықты азайту бағытында құбыр ішілік диагностика технологиясы енгізілген. Бұл құбырлардың ішкі қабырғасын жоғары дәлдікпен сканерлеп, ақауларды анықтайтын заманауи әдіс дейді жауапты басшы. Нұрқанат Жарылқап, Антон Семен, Әділет ақпарат.